құрметті ұстаздар мен оқушылар. Әдебиет. Менің отбасымда айдары бойынша Утисовтар жанұясының дайындаған бейнежазбасын назарларыңызға ұсынамыз. 9 ақпан. Қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың туған күні. 3 бақытын деп жырлаған ақын жырларын кейінгі ұрпақ қасиетті бойтұмардай қастерлейді. Ал бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, таш жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түнілсем де, қасиетті тілімнен түнілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе, отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбай-ақ кел дағы отау менен. 3 бірдей бақытым бар алақанымда, мені мұндай бақытты жаратар ма? 3 күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға. Әдебиет пен өнер егіз ұғым демекші, ән жыр арқылы ұрпақтың бойына ел жандылықты, имандылықты сіңіру ата-ана ретінде басты парызымыз деп білеміз. Жасыл жайлау, төкті көлден, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймыз, көк кілем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қадамның алақаны деп білем. Айда жүрсең ата деген, көкейімде жатады екен. Күннің өзі ұясаң ба, қимай оны батыр екен. Жасыл жайлау, төкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп ойнайман, көп күлем. Күнім нұрын, айдын аппақ сәулесін, қазағымның махаббаты деп білем.